Сонымен назарларыңызда Дәулетхан Жақыпов, Жамбыл облысы Талас қыраны және оның қарсыласы сырбарысы Руслан Абдырзақов. Бұл қола медаль үшін бәсеке. Руслан Абдырзақов әрине қарсыласына қарағанда әлдеқайда бойшаң, салмағы да ауыр. Дәулетханмен белдесетін көк белбеудегі Ал Дәулетхан Руслан Абдырзақов қарсыласынан 4 жас кіші екен. Бұл жігіттің салмағы 83 келі Дәулетханның. Ал Руслан болса 117 келі, яғни 20 келі кем салмағы. Бойында да біраз алшақтық бар. Русланның бойы 195 сантиметр болса, Дәулетханның бойы 179 сантиметр. Мұны байқадыңыздар, бірақ шын мықтыға тұсау жоқ. Біз айттық қой, тағы да қайталаймыз, күш атасын танымайды. Дәулетхан да бұған дейін өзінен әлдеқайда еңселі балуандарды бұған дейін ұтқан, сондықтан да бойына, салмағына қарап бір балуандыққа басымдылық беру әрине ағаттық болар. Сондықтан да әліптің артын бағайық, кім мықты болар бұл жекпе-жекте. Қазақ күресінің хас шебері Руслан Абдырзақов па, жоқ, дзюдо күресінен Қазақстан ұлттық құрама командасының мүшесі Дәулетхан Жақыпов па, біз көреміз. Қазақ күресі жалпы дзюдо, самбо бір-біріне ұқсас келеді, сондықтан да кейбір балуандар кейде самбода, дзюдода күресіп жатса оған еш таңдануға болмайды. Қазір Дәулетхан аяқтан ілді. Аяқтан іліп Бүгіпайға қолы жеткісі керек. Кешіңіздер, Руслан. Бірақ төрешілердің қандай қазір шешім қабылдағанын аңғара алмай қалдық. Бір анығы өте, Дәулетхан өте іштей жақсы тас түйін даярлықпен шыққаны байқалып тұр. Қарсыласынан әлдеқайда тәжірибе екенін біледі, бірақ көрдіңіздер, жоқ. Бір төреші қапталдағы төрешінің қимылынан байқалдық. Біз әдістің тоқта деген әдістен кейін жасалған екен, бірақ ескерту жасалды. Дәулетханға салбыр өскен үшін, сол себепте Бүгіпайы Русланның еншісіне жазылады. Дәулетхан міне қарсыласының атақ даңқынан қаймықпай барынша талпынып жүр. Жеңіске жетудің жетсем деген үкілі үміт бұл жігітті алға жетелеуде. Дегенмен де Русланның осал тұсын табуы бұл жігіт үшін әзірге оңай соқпай тұр. Руслан қазір белден ұстады. Русланға Бүгіпай берілді. Мін өзінен еңгезерде, өзінен еңселі балуандармен белдесу Дәулетхан үшін оңайға соқпаған түрі бар. Қайда-қайда жарақат алып, біресе қолдан жарақаттанды, біресе бастан. Соған қарамастан жан арымның садағасы деген қағидамен қайтсем де осы мыңдаған көрермендер Сарыарқа спорт кешінде тамашалап отырған жекпе-жекте жүздеген мың көрермен теледидар алдында телміріп отыр. Өйткені Қазақстан барысы бір жыл бойы күл жанкүйерлердің тағатсыздана күткен бәсекесі ғой. Біз айттық, тағы да қайталаймыз. Бұл жарыс тек Қазақстан аумағында ғана емес, шетелдің бірқатар мемлекеттері де тамашалап отыр. Сондықтан да міне сол жерлестерінің, сол жанкүйерлердің алдында жасық болып көрінбеу үшін Дәулетхан да еш аянып жатқан жоқ.
бәсеке бел ортаға таяды. Қазір ескерту жасала ма, жоқ әлде жоқ па? Тым сылбыр көсіп жия. Екінші ескерту, яғни жамбас қазір. Пайы Руслан ие болып отыр. Бұлай жалғаса беретін болса, әрине жеңістің Жақыповтың қолынан уысы шығып кетеді уысынан. Сондықтан да енді бір Дәулетханға екпінді қимыл қажет. Иықтан асыра лақтыруға талпынған еді Дәулетхан. Бірақ оның бәрін Руслан байқап отыр, сондықтан да мүмкіндік берген жоқ қандай. Ең бастысы міне Дәулетханға бір риза болып отырғанымыз аяқ қолға тұрмайтын балуан екен. Қайта-қайта қимыл жасап қарсыласының мысын басуда. Әрине, енді нәтиже шығып жатыр әзірге, бірақ ең бастысы қимыл бар. Руслан тағда бір Бүгіпайға ие болып отыр. Бірте-бірте Абдыразақовтың басымдылығы айқындалып келеді. Мәне көрдіңіздер, жартылай жеңіс. Жамбас ұпай берілген екен, иә. 1,5 минут қалды. Балуандардың бүгінгі 5-ші белдесуі оңай емес. Қолдау көрсетіңіздер. Әрине, бір күнде 5 бірдей белдесу өткізу ол. Руслан Абдыразақов, Дәулетхан Жақыпов. Еш нәрсе. Мені көрдіңіздер. Бүгіпай ғана берілген екен. Өте шиеленісті өтіп жатыр. 1 минут 11 секунд қалды. Руслан әрине ұпай саны қазір түгел, бір жамбас ұпайы бар. Бүгіпайының бірнешесі бар бұл жігітте. Ал Дәулетхан Жақыпов әзірге шама шарқы жетер емес. Бірақ бұл жігітке де айтар өкпеміз жоқ. Өте жақсы. Осындай дүбірлі додаға алғаш рет қатысып отырғанына қарамастан тағы да бір жартылай жеңіс. Яғни бұл жекпе-жек екі жартылай жеңіс нәтижесі бойынша бұл жекпе-жек Руслан Абдыразақовтың пайдасына шешілді. Қос балуанда да қатты шаршап қалғаны байқалып тұр. Дәулетхан Жақыпов бұл жекпе-жекте жеңілсе де, бірақ қарсыласын әбден діңкелеткен екен, міне байқап отырмыз. Ай азаматтар, қолдау Көтеріп міне орнынан тұрғызуда. Енді түсінікті, әрине. 2019 Қазақстан барысы бола белгілегені. Руслан! Сөйтіп, Қазақстан барысы 2014 турнирдің алғашқы жүлдегері анықталды. Ол қола медальға, қола белбеуге ие болған Руслан Абдыразақов. Қызылорда облысының өкілі сыр саңлағын бұл жарысқа даярлаған Садық Мұстафаев пен Ұлан Рысқұл екенін біз айта кетейік. Әрине, Руслан Абдыразақовтың да бұл нәтижеге көңілі тола қоймаған сыңайлы. Өйткені қанша дегенмен Қазақстан барысы 2013 жыл жарысты иеленген Қазақстан барысын жеңген жігіт бұл жолы қайтсем де бас жүлдені иелем деген үлкен үмітпен келген болатын, бірақ көрдіңіздер. Бір ғана белдесу қалды. Бірақ Ақтық сайыс. бұл да оңай нәтиже емес, біз бірден мойындауға тиіспіз. Өйткені айтып отырмыз ғой, қанша белді, не бір мықты балуандар, не бір налтылғал жігіттеріміз осы межеге жетпей сүрінді. Олардың қасында әрине Руслан Абдыразақов пен Дәулетхан Жақыповтың есебі түгел деп ойлаймыз. Екеуі де өте жақсы күресті. Дәулетхан да міне 4-ші орында қалып қойғанымен бұл жігіттің де өнері көпшілік көзінен шықты. Енді кешью тобының әнін ести отырайық. Рухымызды қорғап, намысымызды қорғап жүрген батырларымыз
әрқайсысы бағы ұшқан, алда келген сан жазыстан, әрқайсысы бір арыстан. Азат елімнің тағыландарына ризамын мен, дархандаудың армандарына ризамын мен. Айбарларын көргенде сенің оты сөнбес, ризамын мен ерлерге намыстарын бермес. Азат елімнің тағыландарына ризамын мен, дархандаудың армандарына ризамын мен. Айбарларын көргенде сенің оты сөнбес, ризамын мен ерлерге намыстарын бермес. Ризамын мен, азат елімнің тағыландарына ризамын мен. Намыс бермеген намысты ерлерге ризамын мен, ризамын мен. Азат елімнің тағыландарына ризамын мен, дархандаудың армандарына ризамын мен. Айбарларын көргенде сенің оты сөнбес, ризамын мен ерлерге намыстарын бермес. Азат елімнің тағыландарына ризамын мен, дархандаудың армандарына ризамын мен. Айбарларын көргенде сенің оты сөнбес, ризамын мен ерлерге намыстарын бермес. Міне құрметті көрермендер, сонымен нағыз мыңнан тұлпар шыққан балуанды анықтайтын сәт жақын. Осы орайда ата кетейік, қазір ақтық сынға жолдама алған қос балуан біз өнерін тамашалайтын боламыз. Олар Асыл Барменов Қарағанды облысы және Мұхит Тұрсынов Шығыс Қазақстан облысы. Осы орайда ата кетейік, Қазақстан барысы жылдан жылға өте деңгейі өсіп келе жатқан жарыс, өркендеп қазақ күресінің көсегесін көгерткен жарыс деп айтсақ болады. Екінші тыныс ашылғаны айдан анық. Осы жарыс 2011 жылы біз жақсы білеміз, Ұлан Рысқұлдың жеңісімен аяқталған болатын. 2012 жылы Бейбіт Ыстыбаев бас жүлдені иеленсе, 2010 жылы Айбек Нұғымаров Қазақстан барысы атанған болатын. Қазір бұл жігіттердің бірде-біреуі жарыс жолында жоқ. Ұлан Рысқұл іріктеу сыннан шыға алмаса, Айбек Нұғымаров пен Бейбіт Ыстыбаев осы жарыстың алғашқы айналымдарындағы сүрінген болатын. Соны сіздер КТК арнасынан тамашаладыңыздар. Сонымен қатар биылғы жарыстың тағы бір ерекшелігі 20-33 балуан күресуге тиіс еді, бірақ жарыс жолына 28 балуан шықты. Өйткені себебін айттық, 5 бірдей балуан түрлі жағдайларға барынсты осы жарыстан шеттетілді. Мәселен, 4 балуан допинг тесттен өтпей қалса, тағы біреуі жарыстың бел ортадан қосылған екен, яғни аудандық қалалық жарыстар қатыспай бірден осы жарысты қатысуды ұйғарған екен. Сол себепті жарыстан шеттетілді. Сөйтіп жарыс жолына шыққан біз 28 балуанның өнерін 2 күн бойы екі бағдарлама бойынша тамашаладық. Енді міне нағыз 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар анықталатын күн. Енді осы жарыстың басты сенсацияларын келе болсақ, әрине біз талай мықты балуандарымыздың жеңіліп қалғанын айттық. Әсіресе Қазақстан барыс атанған Бейбіт Ыстыбаев, Айбек Нұғымаровтардың кемінде жартылай финалға шығатын шығар деп ойлаған жанкүйерлердің көбі, бірақ көрдіңіздер, көп жағдайда жорамалдардың жоққа шығып жататынын сіздер жақсы білесіздер. Талай мықтыларының басын қосқан дода күш атасын танымайды деп осындайда айтылса керек. Тағы да бір айта кетейік, бұл жарыста 2010 жыл Қазақстан барысы Айбек Нұғымаров Руслан Абдырзақовтан ұтылып қалған болатын. Ал Руслан Абдырзақов жаңа ғана қола медальді иеленді. 2012 жылы Қазақстан барысы атанған Бейбіт Ыстыбаев бұл жарыста Мұхит Тұрсыновтан жеңілді. Ал Мұхит Тұрсынов қазір бас жүлде үшін таласатын болады. Сондай-ақ осы жарыста 2 мәрте жүлдегер атанған Шалқар Жоламановтың алғашқы айналымнан аса алмады. Бірақ енді бұл ретте ол Сұңғат Закиряновтан ұтылды. Бұл ретте Шалқардың аяғындағы жарақаты, аяқтан алған жарақаты сын сағатта сыр берген айтуға тиіспіз. Сондай-ақ осы жарыстың жүлдегері атанған Жұманазар Ерсұлтановта жеңіс тұғырына көтеріле алған жоқ. Яғни нағыз таланттар, нағыз жастардың осы жарыста жасындай жарқыраған сәтін көрдік. Алғашқы қола медаль, жартылай финалға жолдама алған жігіттердің ешқайсысы да бұған дейін Қазақстан барысында жеңіс тұғырына көтерілген жоқ еді. Бұл жолда
қай спортшы тіптен жеңілген жағдайдың өзінде олардың спорттық осы Қазақстан барысындағы, яғни спорттық өмірбаяндағы ең ірі, ең қомақты жеңіс болды деп нық сеніммен айта аламыз. Қазір міне төрешілер таныстырылуда, кімдердің осы белдесуде, ақтық белдесуде қазылық ететіні. Міне сіздердің назарларыңызда Асыл Барменов және Мұхит Тұрсынов. Осы қос мақтаның, қос саңлақтың арасынан кімнің Қазақстан барысы атанатынын ақтық айқаста анықталатын болады. Ақтық айқас, финалдық белдесу. Қызыл белбеудегі балуан Асыл Барменов! Асыл Барменов, міне, қызыл белбеуі балуан. Бұл жігіттің де спорттық өмірбаяндағы ең ірі табысы осы деп айта аламыз. Өйткені Қазақстан барысына, ақтықсына шығу екінің біріне бұйырмаған бақыт. Қазақстан барысынан ақтық айқасқа шыққан екінші балуанды қарсы алыңыздар. Көк белбеудегі балуан Мұхит Тұрсынов! Міне сіздер назарларыңызда ақтық сынға жолдамаған екінші балуанымыз Мұхит Тұрсынов, Шығыс Қазақстан облысы. Бұл балуандарды тағы да бір жақынырақ таныстыра кетейік. Асыл Барменов, Қарағанды облысы. Төртінші Қазақстан барысының Лақап аты Жас Сұңқар, 1988 жылы туған. Бойы 177 сантиметр, салмағы 98 келі, бапкері Сұлтан Тыныспаев. Мұхит Тұрсынов, Шығыс Қазақстан облысы, лақап аты Жалын, 1988 жылы туған. Бойы 185 сантиметр, салмағы 95 келі, бапкері Шыңғыс Тұрсынов. Міне сонымен ақтық бәсеке басталды. Қос саңлақ бірден іске кірісті. Бұған дейін көбіне көп қарымта шабуылға жүгінген Асыл Барменов бұл жолы қарсыласын мысын басуға әрекеттеніп бірден шабуылдаған еді, бірақ Мұхитта алдыра қойған жоқ. Жоқ, ешқандай бұл жерде әдіс жоқ. Енді осы сәтке дейін қос палуанның жүріп өткен жолына тоқталсақ, Қазақстан барысы 2014 жылғы турнирда Асыл Барменов алғашқы айналымда Леонид Станиев тұтты. Мұхит Тұрсынов алғашқы айналымда Бекболат Салықовтан айласын асырды. Одан кейін екінші кезеңде Асыл Барменов атыраулық Сұңғат Закиряевқа сан соқтырса, Мұхит Тұрсынов тараздық Бейбіт Ыстыбаевты жолынан ығыстырды. Жартылай финалдық белдесуде Асыл Арман Әбеуовті ұтты, астаналық балуанды, ал Мұхит Тұрсынов Мейрамбек Жаңабайға сан соқтырып кетті Маңғыстау облысының өкіліне. Жартылай финалда Асыл Барменов Дәулетхан Жақыповты жеңсе, Мұхит Тұрсынов Руслан Абдырзақовты белдесу тәсілі бойынша ұтты. Мына сөйтіп 100-ден жүйрік шыққан қос балуан өзара белдесу арқылы кімнің мыңнан тұлпар шығатынын анықтайтын болады. Әзірге таразы басы тең тұр. Өте сақ балуандар. Алғашқы сәттерде біраз екпін танытқандай еді, бірақ бұл тегеуріндер сәл басылды. Екеуі де барынша сауатты күресуге талпынып ақ жүр. Бір-бірін белден ілсе де, жағадан алса да, бірақ отымды әдіс жасау әзірге мүмкін болмай тұр. Мұхит қарсыласына қарағанда біраз бойшаң, салмақтары бірақ шамалас. Сол аяғымен қолының ұзындығы Мұхит пайдалануға талпынуда. Ал Асыл әрине ішке еніп күреспесе, Мұхитты шалып құлату оған оңайға соқпайды.
Өте сақ жүр, екеуі де өте сақ жүр. Мұхит өзіне тән әдіспен қарсыласын босаңсыған сәтін күтуде. Бір шалыс қимыл бұл бәсекеде бас жүлдеден айырылуы мүмкін. Ал бас жүлде дегеніміз өздеріңізге белгілі, бұл алтын белбеу және Қазақстан барысы деп аталатын мәртебелі атақ. Сондықтан да екеуінде қаперінде соны ұстауда. Күміс жүлдегер атанғаннан гөрі әрине бас жүлдені атанып Қазақстан барысы 2014 жылдың жеңімпазы десек, бұл есім әрине Қазақстан спорт тарихында алтын әріптермен жазылып қалатын айдан анық. Асылда мұхитта бір-біріне ешбір мүмкіндік беретін емес, әдіс жасауына. Мұхиттың бір әрекеті, бірақ аяғына дейін жеткізген жоқ. 1,5 минут қалды. Аса күш салғанда жоқ. Ақтық айқас, финал. Қай жеңгені 4-ші Қазақстан барысы атанады. Өте тартысты белдесу. Асыл Бармена, Мұхит Тұрсынов. Кімнің бағы жанады, кімнің шеберлігі асады? 1 минут 15 секунд қалды. Бұндай шиеленісті жан алысып жан беріскен айқаста тек күштің ғана, тек күшке немесе техникасына сену еш абырой әпере қоймас. Шеберлікте қос палуанда деңгейлес шамамен. Бұл реттенді тактикада көп нәрсені шешеді. Айла амал деген болады. Мұны соғынған сол айла амалға жүгінген, сауатты тактика құра білген балуанның бақ жұлдызы жанатыны анық. Екеуі де тәжірибелі балуандар, екеуі де Қазақстан барысына бірнеше рет қатысқан жігіттер. Бүгін біреуі алтын белбеуді алады, біреуі күміс белбеуді тағады. 34 секунд қалды. Міне небәрі жарты минут қалды. Асығар емес қос палуан, яғни қоян қолтық белдесуге жүгінетін сыңайлы. Төреші де үнсіз, әдетте бастапқы бәсекелер болса, бұндай жағдайда төрешілер қос палуанның бірін ескерту беруге тиіс еді. Бірақ бұл ақтықсын шешуші бәсеке болғандықтан нағыз мықты шынайы айқаста анықталсын деп, төрешінде бұл шешім біз толықтай құптаймыз. Міне сөйтіп сағат тілде сырғып өтті. Соңғы секундта аяқталды. Енді қоян қолтық белдесу де анықталатын болады. 2014 жылы Қазақстан барысының жеңімпазы қоян қолтық белдесу арқылы. Мұхит Тұрсыновты біз көптен білеміз енді. Талай дүбірлі додада топ жарып жүрген балуан. Жалпы екі қос балуанның өзара 4 мәрте кездескен екен. Бұған дейін соның екеуінде Мұхит жеңіске жетсе, екеуі асылдың пайдасына шешілген екен. Енді міне осы шешуші түсте кім ұтады? Мұны құрметті қонақтар, мен ложасында отырған сіздер танып отырсыздар. Нұр Отан партиясының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек мырза, Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбетов және осы идеяның авторы Арман Шораев мырзаны сіздер көрдіңіздер. Қос палуан бір-бірінің белбеуіне мықтап ұстады. Үш төреші жіті бақылап отыр. Қазір бұл шиеленісті тартыс кімнің пайдасына шешіледі екен? Асыл Барменов пе, Қалде Мұхит Тұрсынов па? Бұл ақтықсы. Міне қазір Мұхит көтеріп алды да қарсыласын кілемнің шетіне шығарып жіберді. Міне көрдіңіздер, Мұхит Тұрсынов Қазақстан барысы атанып отыр. 2014 жылғы Қазақстан барысы турнирінің жеңімпазы бұл шығыс қазақстандық Мұхит Тұрсынов. Өте тамаша әкесі Шыңғыс Тұрсынов, қазақтың белді балуаны. Міне сіздер назарларыңызда, бұл кішінде қуанышында шек жоқ. Өзі жетпеген белеске, өзі бағындырмаған белесті ұлын бағындырсын деп талай жыл Мұхитты баптады. Міне қазір әке Тұрсынның үмітін бала Мұхит ақтады. Мұхит Тұрсынов 2014 жылы Қазақстан барысының жеңімпазы. Тағда бұл бір жігітті құттықтап қояйық. 1988 жыл туған, яғни 26 жасар бұл жігіт бақ жұлдызы жанды. Өте тамаша Мұхит Тұрсыновты біз бұл нәтижесімен, бұл теңдессіз табысымен құттықтаймыз. Қазақстан барысында біз айттық, бір емес бірнеше мәрте бақ сынады, бақ жұлдызы жанбай жүрген еді. 2012 жыл бұл жігіт жақсы даярлықпен келгенмен, бірақ
Екінші кезеңде Бейбіт Ыстыбаевпен жеңіліп қалған болатын. Сол жылы Бейбіт Ыстыбаев өздерің жақсы білесіз, топ жарды, бірақ бұл жолы Мұхит сол кеткен есені қайтарды. Сөйтіп бойы 185 сантиметрлік, салмағы 95 келі тартатын Мұхит Тұрсынов Қазақстан барысы турнирінің жеңімпазы атанды. Мұхит Тұрсынов 2014 жылы Қазақстан барысы. Міне қайталау барысында көріп отырсыз, көтеріп алды қарсыласын, көтеріп алды. Ешқандай күмәншілігіңіз, жаңа жартылай финалда Руслан Абдырзақовтың сәл ғана санаулы сантиметр ғана аяғы шығып кеткен еді, бірақ бұл жолы көрдіңіздер. Асыл Барменов толықтай өзінің жеңілгенін өзі де мойындап отыр, өзі де түсінді. Бірақ Асыл Барменов те үшінде осы Қазақстан барысында күміс белбеуді иелену аз табыс емес деп ойлаймыз. Сондан да осы жарыста жеңіс тұғырына көтерілген жігіттердің ешбірінде осы жарысқа жеребеге, осы жарысқа өкпесі жоқ деп ойлаймыз, өйткені барлығы да жеңіс тұғырына алғаш рет көтеріліп отыр. Сонымен 2014 жылғы жарыс жеңімпазы анықталды. Бұған дейін Қазақстан барысы кімдер болған айта кетсек, 2010 жыл бас жүлде Ұлан Рысқұл Қызылорда облысының өкіліне берді. Күміс медальға Бейбіт Ыстыбаев қол жетсе, Жамбыл облысы, Шығыс Қазақстан облысының өкілі Шалқар Жоламанов қола жүлдені иеленді. 2012 жыл жарыста Бейбіт Ыстыбаев тағы бас жүлдені олжалады. Екінші орын Шалқар Жоламановқа бұйырса, Айбек Нұғымаров қола жүлдені иеленді. Ал 2013 жыл Айбек Нұғымаров бас жүлдеге иеленсе, Ержан Шынкеев қарағандылық балуан екінші орын алды. Ал қола медальға Жұманезер Ерсұлтанов оңтүстік Қазақстан облысының өкілі иеленді. Ал биылғы жылы Қазақстан барысы жеңімпазы болып Мұхит Тұрсынов танылса, екінші орында Асыл Барменов Қарағанды облысы және қола белбеуге Қызылорда облысының өкілі Руслан Абдыразақов қол жеткізіп отыр.
Міне сонымен бір жыл бойы жанкүйерлер тағатсыздана күткен Қазақстан барысы 2014 жылғы турнир аяқталды. Небір қызықты, нағыз жан алысып жан беріскен айқастардың куәсі болдық. Шиеленіс сәттер аз болған жоқ, нағыз сенсацияға толы жарыс болды. Бұған дейін біз айттық, фавориттерді көптеген мамандар, тіптен жанкүйерлердің өздері де бұған дейінгі 3-1 жарыста фавориттердің кім болатынын дұрыс болжай алса, бұл жолы тіптен барлық жорамалдар жоққа шығып, жеңіс тұғырына көтеріледі деген жігіттердің дені алғашқы айналымдардан аса алмай қалса, есесіне міне бізге жаңа барыстың есімі белгілі болды, жаңа тұғырға көтерілді. Міне жігіттер, міне қазір осы жарыста жеңіс жетпесе де жақсы әділ қалдырған Рустам Жұмаевты біз көрдік. Осы жарыста өрел өнермен көзге түскен Дәулетхан Жақыпов, міне сіздердің назарларыңызда осы жарыста міне көрермендер көзайымы деген арнайы сыйлық алып, Hyundai Elantra атты автокөлікті тізгіндеді. Жаңа сіздердің назарларыңызда болған Дәулетхан Жақыпов. Мін тағы да Руслан Абдырзақовтың әдемі әдісін көрдіңіздер. Нағыз центрмен атайындай Жаңабай Мейрамбек Маңғыстаулық осы жарысқа қатысқан ең жас палуанның да өнері көпшілік көңілден шықты. Көрермендерде сіздердің назарларыңызда бір сөзбен айтсақ, осы жарыстың әсерлі, әдемі тұстары аз болған жоқ. Небір кесек әдістердің куәсі болдық. Яғни бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз әрине сол батырларымыздан, бабаларымыздан бастап алатын жеңісті жол. Қажымұқан атамыз, Балуан Шолақ атамыз күрескен өнер міне бүгінгі ұрпақ арасында да жалғасын тауып, небір мықтылар осы турнирде өздерінің шеберліктерін паш етті. Біреуінің бағы жанбады, біреуінің бабы кем болды, бірақ дегенмен де ең бастысы бұл жігіттердің барлығы да шама шарқынша өнер көрсетіп, осы Сарыарқа спорт кешеніне жиналған жұртты теледидар алдында термілген ондаған мың жанкүйерді қуаныш пен шаттыққа бөлеп, қазақ күресінің мықтылығын тек Қазақстанға емес күллі әлемге паш етті. Күллі әлем деп отырғанымыз, тағы бір ескерте кетейік, әлемнің бірқатар мемлекеттері бұл жарысты тамашалап отыр. Түркияның 2-1 арнасынан, Ресейдің Боецк арнасынан тікелей репортаждар берілді. Сөйтіп, қазақ күресінің тағы бір ұлықтауға арналған, ұлықтауды мақсат тұтқан, қазақ күресінің көсегесін көгертуді мақсат тұтқан шара сонымен аяқталды. Қазір марапаттау рәсімі кімдердің көңілдеріңізден шықты деп ойлаймыз. Әрине, көпшіліктің бұл жарыс көңіліне шыққан анық. Спорт мерекесі өтті. Олай болса, марапаттау рәсімін бастауға рұқсат етіңіздер. Ең алдымен жеңіске деген жігері үшін. Иә, міне, жеңіске деген жігері үшін көрермендер көзайым аталған балуан шақырылатын болады қазір. Бұл әрине Мейрамбек Жаңабай сынды балуандар болды. Көрермендер көзайымны айналған Дархан Жоламанов болды. Бірақ осындай мықты балуандарға біз көзіміз түскен еді. Көпшіліктің мерейі көңілі түсті. Ал солардың арасынан бірақ дегенменде Дәулетхан Жақыповқа теңгелер ешкім болмады деп ойлаймыз. Дәулетхан Жақыпов талас қыраны, жасы 22-де. Қазір сол жігітке арнайы жүлде табыс етілетін болады. Позвольте выразить благодарность за то, что мы являемся спонсорами такого события республиканского масштаба. И за волю к победе вручается приз Hyundai Elantra палуану Дәулетхану Жақыпову. Міне тамаша айтқандай-ақ Дәулетхан Жақыпов Жамбыл облысының өкілі, қазақ күресінің хас шебер екенін де мойындатты. Бұған дейін біз бұл жігітті дзюдодан Қазақстан ұлттық құрама командасының мүшесі ретінде білетінбіз. Татамидің шебер екенін мойындағанбыз, бірақ бұл жол енді қазақ күресінен де хас шебер екенін байқатып, Дәулетхан Жақыпов небір шиеленісті бәсекеде жеңіс жетіп, өзінің асқан шеберлігімен көзге түсіп, көрермендер көзайым атанып отыр. Дәулетхан Жақыповты осы жарыста 4-ші орын алып қалды. Жеңіс тұғырына бір саты қалғанда сүрінді, бірақ дегенменде жеңіске деген жігер үшін және Hyundai Elantra көлігін тізгіндеді. Тамаша Дәулетхан, өте бұл жігіттің жарқын жеңістері алда деп ойлаймыз. 2014 турнирінде 4-ші орын алған
Дәулетхан Жақыповтың ең бір қызықты тартыстарын сіздер тамашалап отырсыздар. Өзінен қандай ірі, өзінен еңселі балуандар тұтты. Сондықтан да Дәулетхан Жақыповты Hyundai автокөлігін тізгіндеуге лайық жігіт деп ойлаймыз. Міне көрдіңіздер, арда бер ырғады, лақтырды. Қандай тамаша, қандай кесек әдістер жасады. Өте ризамыз бұл жігіттің өнеріне. Жарайсың, Дәулетхан. Сонымен 2014 жылға Қазақстан барысы турнирінің қола белбеу иегерін марапаттау үшін ортаға шақырамыз. Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің төрағасы Сәрсен Құранбек, Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры басқарма төрағасының кеңесшісі Ерқанат Әбени мырза, СК Астана корпоративтік қорының бас директоры Ерлан Даримов мырзаларды ортаға шақырамыз. Міне қазір лауазымды тұлғалар қола медаль алған спортшыны марапаттайтын болады. Қола медаль Руслан Абдыразақов Қызылорда облысының өкіліне бұйырды. Музыканы тоқтата тұрыңыз, құрметті дыбыс. Руслан Абдыразақов сыр барысы атанған балуан. Биыл Қызылорда облысында іріктеу сынынан іркілмей өтті. Бұған дейін де Қазақстан барыс турниріне қатысты. Сондай-ақ 2011 жылы Қазақстан барыс атанған Ұлан Рысқұлдың туған інісі Руслан Абдыразақов бұл жолы қола медальді иеленіп отыр. Руслан Абдыразақов, естеріңізге сала кетейік, жасы 26-да, 1988 жыл туған, бойы 195 сантиметр, салмағы 117 келі, бапкері Садық Мұстафаев. Сонымен 2014 жылы Қазақстан барысының қола белбеу иегері Руслан Абдыразақов. Қазір Руслан Абдыразақовқа қола медаль, қола жүлдесі ретінде қола белбеу 10.000 ақш доллары және табыс етілетін болады. Ал бапкері Садық Мұстафаевқа 5.000 доллар көлемінде сыйақы табысталды. Руслан Абдыразақов та міне биылғы жарыста тамаша күресті. Екінші айналымда 2013 жыл Қазақстан барысы атанған Айбек Нұғымаровты өзінің жолынан ығыстырған Руслан бапкер дәл жанында біз жақстанып отырмыз. Садық Мұстафаев, Қызылорда облысы дене шынықтыру спорт басқармасының бастығы. Сонымен қатар бапкерлік кәсіпте де бағжанған Садық Мұстафаев ағамыз міне қазір өз шәкіртінің қола медальға қол жеткізуіне сүбелі үлес қосты. Руслан Абдыразақов, қола белбеу иегері. Арнайы сертификатты қыздар, тұра тұрыңдар, біздің құрметті қонақтарымыз бар беретін. Арнайы сертификатты Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры басқарма төрағасының кеңесшісі Ерқанат Әбени мырза тапсырады. 10.000 доллардың сертификаты қола белбеу иегеріне. Міне 10.000 долларға иелік еткен екен. Қола медаль иеленген үшін ал бапкеріне 5.000 доллар табыс етіледі. 5.000 доллардың сертификатын СК Астана корпоративтік қорының бас директоры Ерлан Даримов мырза тапсырады. Егер Руслан Абдыразақовтың біз айттық, осы жолғы жеңістерін алғашқы айналымда Руслан Алматы облысының өкілі Айдос Қаңғылбаев тұтқан болатын. Екінші айналымда Қазақстан барысы Айбек Нұғымаров тұтты. Бірақ жартылай финалда өкінішке қарай Мұхит Тұрсынтан ұл жігіт белдесу, қоян қолтық белдесу әдісі арқылы ұтылып қалған болатын. Ал қола медаль үшін бәсекеде Дәулетхан Жақыпов тұтып, осы жарыстан қола жүлдегер атанды. Спорт ардагері, қазақ күресінің ардагері Сақатай Аманжолов, Мәскеу Олимпиадасының чемпионы, атақты спортшы Жақсылық Үшкемпіров,
Міне осы жарысты тамашалап отырған атақты спортшылар, спорт ардагерлері барлығы жеке-жеке таныстырылып мына ортаға шығуда. Қазір мені көріп отырсыздар, жанкүйерлер де тапжылмай тамашалап отыр. Әдетте көптеген жарыстарда жарыс біткен сәтте орындарынан тұрып тарап кетіп жатқан жанкүйерлер Қазақстан барысын аяғына дейін тамашалап 2014 жылы Қазақстан барысының соны көріп отырмын. Қарсы алыңыздар. Асыл Барменов. Міне күміс жүлдегер Қазақстан барысы 2014 жыл жарыстың күміс жүлдегері Асыл Барменов қазір ортаға шығатын болады. Асыл да жарады, өте тамаша күресті. Бұған дейінгі Қазақстан барысы жарыстарында жолы болмай жүрген, тіптен былтырғы жылы іріктеу сынынан өте алмай қалған бұл жігіт биылғы Қазақстан барысы додасында өте жақсы күресіп, осы жарыстың күміс белбеу иегері атанып отыр. Асыл Барменов алғашқы айналымда Леонид Станеевті жеңген болатын. Екінші айналымда Сұңғат Закиреев Атырау облысының өкіліне сан соқтырды. Ширек финалда Асыл Арман Абеуов Астана қаласының өкілін ұтса, жартылай финалда Дәулетхан Жақыповты жеңді, Жамбыл облысының өкілін. Ал финалда өздеріңіз жаңа ғана тамашаладыңыздар, Мұхит Тұрсыновтан қоян қолтық белдесу арқылы ұтылып қалды. Асыл Барменовке жүлде тапсырып отырған осы қазақ күресі барысы жарысын өткізу идеясының авторы Арман Шораев мырза. Сақатай Аманжолов спорт ардагерде міне қазір арнайы сертификат табыс етті. Асыл Барменовке күміс белбеу 50 мың ақш доллары табыс етілсе, оның бапкері Сұлтан Тыныспаев 10 мың долларды иелік етіп отыр. Қазақтың даңқты балуаны жақсылық үшкен біріп береді. Асыл Барменов Қарағанды облысының өкілі, күміс медалін құтты болсын. Асыл лақабаты жас сұңқар, 1988 жыл туған, бойы 177 сантиметр, салмағы 90 келі. Міне осындай қазір бапкерінде көріп отырсыздар, жақсы даярлаған екен. 2014 жылғы Қазақстан барысын марапаттау үшін ортаға Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек мырзаны. Самұрық қазына ұлттық... Енді санаулы сәттерден кейін осы Қазақстан барысы турнирінің 2014 жылғы жеңімпазы Мұхит Тұрсынов марапатталатын болады. Мұхиттың өнері, Мұхиттың шеберлігі еш күмән туғызған жоқ. Өте керемет өнер көрсетті. Бұған дейінгі талай дүбірлі додада топ жарған Мұхит Тұрсыновтың Қазақстан барысында бағы жанбай жүрген еді, бірақ бұл жолы Мұхит нағыз ерлік істеді, ер жігітке тән мінез көрсетті, өзінің нағыз балуан екенін көрсете білді. Марапаттаушылар арасында сіздер көріп отырсыздар, Нұр Отан халықтық демократиялық партияның бірінші орынбасары Бауыржан Байбек, Республикалық дене шынықтыру және спорт агенттігінің төрағасы Тастанбек Есентаев және Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбет мырза қазір бас жүлде алған жігітті марапаттайтын болады. Бізге сыйлады. Олай болса қарсы алыңыздар. 2014 жылғы Қазақстан барысы Мұхит Тұрсынов. Тамаша мына Мұхит Тұрсынов. Өте міне тұлғасында келіскен жігіт екен Мұхит Тұрсынов. Өте жақсы, өте мықты күрестің. Ешқандай шығыстың шымыр жігіті міне бұл күндері күллі Қазақстанның барысы атанып отыр. Мұхит Тұрсынов, Шығыс Қазақстан облысының өкілі. 2014 жылғы Қазақстан барысына 1988 жыл туған, салмағы 95 келі, бойы 185 сантиметр. Мұхит Тұрсыновтың жеке бапкері, өзінің әкесі қазақтың маңдайалды балуандарының бірі Шыңғыс Тұрсынов екенін айта кетуге тиіспіз. Міне әкесі мен баласы қазір алтын тұғырда қатар тұр. Қазақстан барысындағы Шыңғыс Тұрсыновтың шәкірті Мұхиттың өнері. Өнеріне біз тәнті болдық. Алғашқы айналымда Бекболат Салықовты ұтты. Екінші кезеңде Мұхит Тұрсынов 2012 жылғы Қазақстан барысы Бейбіт Ыстыбаевты жеңді. Ширек финалда Мейрамбек Жаңабайды ұтса, жартылай финалда Мұхит Тұрсынов Руслан Абдырзақовтан айласын асырды. Ал бас жүлде үшін
бәсекеде Асыл Барменовты ұтқан болатын. Сөйтіп бас жүлде алған балуанға алтын белбеу, тай тұяқ және 150 мың ақш доллары көлемінде сыйақы табыс етілді. Ал оның бапкері әрі әкесі Шыңғыс Тұрсынов 30 мың ақш доллары көлемінде сыйақы ие болды. Иманғали Тасмағамбетов береді. Бұл алтын тұяқта бұған дейін Қазақстан барыс атанған 3 балуанның есімі жазылған. Еліміздің бас қаласы Астана күнінің қарсаңында үлкен дәрежеде ұйымдастырылған спорт додасы да өзінің мәресіне жетті. Олай болса, осы сайысты ұйымдастырған азаматтарға, оны басқарып жүрген, қазақ күресін дамыту жолындағы мәңдай терін төгіп жүрген Арман Шораев азаматқа, елдің осы азаматтардың атынан рахмет айтуға рұқсат етіңіздер. Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар дейді қазақ. Олай болса, бүгінде жеңімпаз атанды. Қазақтың барысы алдарыңызда тұр. Олай болса, осы азаматқа әрдайым жеңістен жеңіске жете бергей, басқа да бүгін додаға түсіп, өзін сынаған азаматтарға да сағысынбай, ендігі жылы да шынығып келіп, тағы да өз бағын сынасын деген тілек білдіруге рұқсат етіңіздер. Ал енді атадан ұрпақтан ұрпаққа мирас болып келе жатқан тай тұяқ деген үлкен сыйды Қазақстан барыс атанған азаматқа тапсыруға рұқсат етіңіздер. Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбетовтың сөзін пікірін естідіңіздер. Тай тұяқ табыс етті. Бұл тай тұяқта бұған дейін Қазақстан барыс атанған 2011 жылғы барыс Ұлан Рысқұл, 2012 жылы барыс атанған Бейбіт Ыстыбаев және 2013 жылы атанған Бейбіт Айбек Нұғымаровтың есімдері жазылған. Меніңді бұл ауыспалы сыйлық, сондықтан да енді солардың қатарына Ұлан, Бейбіт, Айбекпен қатар бұлардың қатарына енді Мұхиттың есімі жазылатын болады. Қазір естелік суретке түсу сәт. Өте тамаша, мұны көрдіңіздер. От шашу. Сөйтіп, Қазақстан барыс атанған азаматтарды Мұхит Тұрсыновты біз осы жарқын жеңісімен құттықтап қояйық. Мұхиттың бұдан да басқа жарқын жеңістері болатыны сөзсіз, бірақ енді осы Қазақстан барысында дәп осы жарыста топ жаруы оның спорттық өмірбаянда ең ірі жеңісі екені даусыз, және де осы жеңіс үшін Мұхит Тұрсыновтың есімі қазақ спорт тарихында алтын әріптермен жазылып қалары сөзсіз. Сонымен құрметті көрермендер, қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Ғалым Сүлеймен. Келесі Қазақстан барысы 2015 жылғы жарыста жолыққанша.